Hayırlı күн достар, бүгін сіздермен гаупси дайындайтын боламыз, яғни фаршталған бұрышты дайындайтын боламыз. Ең алдымен парақшамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Біз алдымен сорпамызды дайындап аламыз. Пияздарымызды, сәбіздерімізді, картоптарымызды алдын ала турап дайындап, қуырып, сорпасын дайындап алатын боламыз. Сосын барып фаршталған пюресімізді дайындаймыз. Сәбізіміз жылдан түсу үшін біз оны кубиктеп тураймыз. Картошканы 4-ке бөлетін боламыз. Турап алған көкөністерімізді қызып тұрған майға салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Аздап томат пастасын қосамыз және араластырып, тағы да қуырып аламыз. Картошкамызды салып, жақсылап қуырып аламыз және үстінен өзімізге қажет мөлшерде сорпамызға су құйып алатын боламыз. Ал бізге салмасына фарш, күріш, пияз, тұз, қара бұрыш қажет болады. Және үстіне бір жұмыртқаны жарып, бірге араластырып аласыз.
араластырып болғаннан кейін біз перестерімізді, яғни бұрышымызды тазалап алып, жуып, соның ішіне жаңағы салмамызды салатын боламыз. Бүкілінің ішіне салмамыз салып болғаннан кейін қайнап тұрған сорпамыздың үстіне бұрыштарымызды салатын боламыз. Бір жарым сағаттай пісіріп алғаннан кейін үстіне аскөк сеуіп дастарханға ұсынсаңыз болады. Астарыңыз дәмді болсын. Парақшамызға тіркелуді және лайк басуды ұмытпаңыздар. Жаңа рецептерді біздің парақшадан алдын ала көру үшін парақшамызға тіркеліңіз.